Екі қосу екі төрт, жүрегім сенде сеуірт, тақтада жазылып тұр, сынып жұмысы classwork. Exercise number 3, біздің мұт, біздің көңілгі, білім өмір шырағы, оны сүйсең менше сүй. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Пам 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 о, пам пам парам парам о, пам 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 о, пам 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 парам о. Бір жылдың өтіп кеткеніме, келдік жаңа белес өткеліне. Естен кетпес естеліктер шағы, сағындырып мені кеткеніңе. Бірге отырған құрбым парталасын, жиған білім сені арқаласын. Үлкен кезең өтіп тұр алдыңда, сендік таза сезім тарқамасын. Жақсы болып қалдыңыз ба? Жақсы, шүкір. Жақсы болып қалдым. Ой, жұмыс деп өзіміз қарамай кеттіңіз ғой. Я, енді апай, өзіңіз таңертең ерте кетесіз, кеш келесіз. Жұмыста оңай емес қой. Қалай күлегім бәрі дұрыс болып тұр ма? Я, апай, әдемі болып тұрсыз. Қайда дайындалдыңыз? Бүгін жексенбі ғой, балаларым келем деген. Жақсы ғой, онда өзіңіз бір серпіп қалатын болдыңыз ғой. Ондай болса балаларыңыз жақсы екен ғой, апай. Оқушыларым алтын ғой менің. Алло, Ақбөпе? Я, қалдарың қалай? Келе жатсыңдар ма? Мен күтіп отырмын сендерді паркте. Аха, жақсы, келе қалыңдар. Онда апаймен жүре берейін, сіз оқушыларыңызбен жақсылап кездесіп алыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол. Келіңдер. Сәлеметсіңдер ме? Қалыңыз қалай, апай? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Балалардың жағдайы жақсы. Сабақ үлгерімдері де жақсарып келе жатыр. Сіз бізге жетіп жүрсіз, апай. Жаным, Я, апай, балалардың барлығы сіз сағынып қалды, сізге дұғай сәлем айтты. апай, жұмысқа қашан шығасыз? Балдарым бәрі сіз жайлы сұрап жатыр. Жаным, мен де сендер сағынбайтын дейсіңдер ме? Мен де сағындым. Ана Клара апайларымен қарым-қатынастары жақсартыңдар. Ол деген мынандай мықты ма? Ал мен енді жұмысқа қашан шығатынын белгісіз. Сонда жағдайрада келмейсіздер? Білмеймін енді, оны уақыт көрсетеді. Алда емтихандары бар, соған жақсылап дайындалып. Егер шынымен де еңбектеніп дайындалсаңдар, әр оқушының өз алып шығады. Мен біздің сыныптағы барлық оқушыларға сендердің болашақтарына сенемін. Сондықтан барлық балаларға мен сондай сәлем айта барыңдар. Мен оларды қатты сағындым. Апай, тезірек жазылып кетуіңізге тілектеспіз. Өзіңіз ең жақсы көретін сыныбыңызға оралыңыз. Сендер шынымен де менің сүйікті сыныбымсыңдар. Я, апай, жақсы сау болыңыз.
сәлем айтыңдар. Жақсы сау болыңыз. Құрметті сыныптастар, ертең бірінші сабақ сынып сағаты ғой, соған ертерек жиналайықшы. Айтатын нәрсеміз бар еді. Жігіттер, бізге ақ болып ертең әңгіме бар дейді. Ол сол физикадағы тапсырма мұжыға қалдыр ғой. Не болса да рахмет етек. Рахмет қой. Бірақ осы сыныпты қыздар басқарып кеткен сияқты. Осы әңгімені Дәулет естімесін, қыздар пранк істеп жүр. Не болса да ертең көреміз. Апайымыз не деп жатыр? Қалай? Апайымыздың жағдайы өте жақсы. Сендерді сұрап жатыр. Апай келіп қалады екен ғой. Біз де сөйтіп ойлаған едік. Бірақ белгісіз дейді. Клара апай өте жақсы маман. Онымен жақсы қарым-қатынаста болу керек деп айтты апай. Тағы неден? Сендер сағынғанын айтты. Ол кісі де тезірек келгісі келіп жүр. Даже мен сағынған ба? Я Сұңғат, сен де сағынып жатыр. Мен демайын. Барлығымызды сағынғанын айтқан. Қыздар, жігіттер, алда емтихандар келе жатыр. Соға жақсылап дайындалыңдар. Барлығы өздеріне байланысты. Шынымен де еңбектеніп дайындалған адам өзін-өзі алып шыға алады. Мен біздің оқушылардың барлығына үлкен үміт артамын. Әрқайсының болашақтарына сенемін деп айтты апай. Кеше апайдың көзінен сағынышты үлкен бір махаббатты байқадым. Ол шынымен бізге сенеді. Біз осы нәрсені ұмыт кеткен сияқтымыз. Ана кезде бір-бірімізге көмектесеміз деп сол күй жайына қалды. Туф, не болды? Көңілге түсіретін нәрсе емес қой. Одан да қазірден бастап кетейік. Онда былай істейік. Бірған мен Ғайса химияда көмектесін. Ал Заңғар қазақ тіліне көмектесін. Шұғыла, Назым, Айханым, онда сендер физикада көмектесіңдер. Онда тезірек тездетейік. Ал балалар, бүгінгі сабаққа кім дайын? Сен уайымдама. Сен негізі жақсы ән айтасың, бірақ кішкене дайындалу керек. Мүмкін мен сені мамама көрсетіп көрем? Мама вокалдан сабақ береді. Мамаң маған көмектесе ме? Әрине көмектеседі. Сонымен ертең осы жерді таңдайтын болдық қой, Жақсы ертең.
Онда ертең ертерек келіп маған көмектесесіңдер ма? Иә, әрине, ертең қыздарды да шақырамыз. Мына менің Нұрғиса деген сыныптасым. Өзі әнді жақсы айтады, бірақ кішкене көмектесу керек. Көмектесесіз ба? Ал енді үй жұмысын тексерейік, кім дайын? Сен сабаққа дайындалып келдің бе? Иә, мен Кәне, тыңдайық. Пай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарық еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай өмір, өтесің-ау бір күні. Болмағандай жүрмегенде сенде біз. Кетеміз-ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға беремізді кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бойым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталған кезіңде, сусыңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп ойламау. Аяңға бүгін бір 5 қойып жіберейік өміріңде бірінші рет. Тағы кім? Алихан, сен де дайынсың ба? Кәне сені көрейік. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын. Сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр, алдарынан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Мейірім мен шуақ шаш маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға. Мың арманнан аттап өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Алдарынан шықса дағы қандайсың, қыран болысынан биік самғайсың. Кешіре біл біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десем барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Ал бүгін Алиханға да 5 қойайын. Жарайсыңдар балалар, мен сендерге барлығына 5 қойдым, сау болыңдар. Жігіттер, қыздар, біздің сабаққа дайындалмаппыз ғой. Тоқта, қазір қандай сабақ? Қызы ғой.
2,